Бәріне сәлем достар. Бүгін ең жылдам дайындалатын тағам мясо по-французски жасайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп, тартылған ет, майонез, сыр және қызанақ қажет. Осыларды пайдаланып, тез уақытта асымызды әзірлейтін боламыз. Ең алдымен картопымызды тазалап, жуып аламыз. Одан соң дәл видеодағыдай өз қалпында бірнеше тіліктерге бөліп кесеміз. Кесу кезінде картопымыздың қалың болмауы өте маңызды. Қалың болған жағдайда картопымыз ұзақ уақыт пісетін болады. Картопты видеодағыдай жіңішке етіп, кесіп, турап дайындап қоямыз. Келесі кезекте қызанағымызды жақсылап жуып алып, турауға кірісеміз. Қызанақты да картоп секілді домалақ етіп турап шығамыз. Қызанағымыздың туралғандағы қалыңдығы тым қалың болмау қажет, жұқалау етіп тураймыз. Сонда картопымыз бен қызанағымыз пеште тез пісетін болады. Қызанақтың барлығын осылай турап дайындап аламыз. Одан соң сырымызды үккіштен өткіземіз. Егер үккіштен өткізгілеріңіз келмесе, сырды жұқалап турап бетіне салса да болады. Мен өз жағдайымда үккіштен өткізуді дұрыс деп санадым. Картоп пен қызанақты, сыр мен тартылған етті дайындап алған соң, табамызды майлап, майды жақсылап табаға бір келкетіп жағып шығып, картопымызды салуды бастаймыз. Картопымызды араларын жақын етіп, тізбектеп қойып шығамыз. Мясо по-французски уақыт жағынан жылдам және де дайындалуы жеңіл тағам. Жұмыстан соң асығып келген кезде тез әрі дәмді етіп дайындасаңыздар болады. Картопымыздың бәрін осылай тізбектеп, арасын жақын етіп қойып аламыз. Картопымызды қойып алған соң, оның үстінен тұз сеуіп, және де қалаларына қарай дәмдеуіш сепсеңіздер де болады. Одан соң майонезімізді жағамыз. Майонезімізді осылай жағып алған соң, кисточкамен бір келке етіп, тегістеп, картопымыздың бәріне жағылатындай етіп шығамыз. Одан соң үстінен тартылған етті салып шығамыз. Тартылған етімізді осылай видеодағыдай араларын жақын етіп, картопымыздың үстінен қоямыз. Тартылған етімізді қойып болған соң, үстінен тағы да майонезді сеуіп аламыз. Майонезді сеуіп шығып, үстін кисточкамен бір келке етіп, тегістеп жағып аламыз. Келесі кезекте картопымызды тағы да еттің үстінен қойып шығамыз. Туралған картопын тізбектеп қойып шыққан соң, үстінен тұзымызды себеміз. Оның үстінен майонезді сеуіп, кисточкамен тегіс етіп жағып аламыз. Келесі кезекте қызанағымызды осылай картоптың үстінен қойып шығамыз. Туралған қызанақтарымызды осылай тез-тез картопымыздың бетіне салып қойып шығамыз. Оның үстінен майонезімізді сеуіп, кисточкамен бетін жақсылап, тегістеп, майонезді жағып аламыз. Осылай бәрін бір келкетіп жағып болған соң, дайын болып тұрған мясо по-французскиді пешімізге саламыз. Пешке 220-240 градуста 30 минуттай уақытқа қалдырамыз. 30 минуттан соң бетіне сырымызды салатын боламыз.
Арада 30 минут уақыт өткен соң пештен тағамымызды шығарып, бетіне үккіштен өткізіп дайындап болған сырымызды осылай сеуіп шығамыз. Сырды біркелкі етіп, толықтай тағамымыздың бетін жауып тұратындай етіп сеуіп шығамыз. Осылай сеуіп болған соң қайтадан пешке 5-10 минут уақытқа саламыз. Бүгінгі кешкі асқа дайындаған тағамымыз осылай аз уақыттың ішінде дәмді болып пісіп шықты. Дайын болған мясо по-французскийді осылай бірнеше тіліктерге бөліп кесіп аламыз. Одан соң оны тәрелкемізге порционно салып шығамыз. Тағамымыз өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.